Сәлем достар, бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз инсульт кезіндегі фаст тест. Инсульттың екі түрі болады. Біріншісі геморрагиялық, екіншісі ишемиялық. Геморрагиялық қан тамырлы жарылып кеткен кезде болады, ал ишемиялық инсульт керісінше қан тамыры бітеліп қалған кезде атеросклероздің әсерінен болуы мүмкін. Фаст тестте ең бірінші face, arm, speech және time. Face дегеніміз бет. Ең бірінші адамның бетіне қараймыз, адамнан жымиюын сұранамыз. Сол кезде біз асимметрияны байқаймыз. Яғни бір беті екінші жағынан қалыс қалған болып келеді. Екінші arms, ол қол болып келеді. Науқастан екі қолын көтеруді сұраған кезде науқас тек бір қолын көтереді және екінші қолында мүлдем көтермейді немесе әлсіздік байқалынады. Үшінші бізді speech деп аталынады, яғни сөйлеу. Науқасқа өзінің атын айтуды сұранамыз, яғни науқастың тілінің күрмелуі дизартрия болады. Науқасты танымайтын болсаңыз, жанында жақындары болса, бұрыннан осылай сөйлейтін бе еді деп сұраймыз. Төртінші time, уақыт, яғни бұл симптомдардың басталу уақыты. Тез немесе баяу басталды, қанша уақыттан бері осылай болды. Фаст тесттің біреуі 10 болған жағдайда дереу 103-ге хабарласамыз. Жақындарымыздың денсаулығын сақтайық. Біздің каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.